Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Айгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын сары ірімшіктерді дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Қазанымызға сүтімізді құйып, пісіріп аламыз. Бетіне көбігі пайда болғаннан кейін сүтімізге айран қосып, сүтімізді ірітіп аламыз. Міне осылай қатты отта бетін жаппай қайнатып аламыз. Сонан кейін барып сары суы шығады. Сол кезде біз қант саламыз. Қантымызды ақырын қозғаймыз. Қант салғаннан кейін, себебі біздің ірімшіктеріміз ажырап кетуі мүмкін. Негізінде ірімшіктеріміз бірігіп тұрса, жақсы кесіледі, жақсы бір-бірімен жабысады деген сөз. Міне менің қазанымда сары судың бәрі тартылды. Менде 5 сағат қайнады. Ақырын отта крышкасын жауып 5 сағат қайнатамыз, ұмытпаңыздар. Және осындай сеткалы ыдысқа саламыз. Үстінен осындай мен банкаға су құйып, ауыр затты үстіне басып қойдым, сары суы тартылғанша. Міне менде бір күн тұрды, сонан кейін кем дегенде 2-3 сағатқа холодильникке қойып қойғандарыңыз дұрыс. Сонда кесілгенге ыңғайлы болады. Баршаңыз жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді. Небәрі 3 сағаттан ғана сіз сондай керемет қымбат ірімшікті жасап шығарасыз. Менің каналыма жазылып тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет.